Қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге балаларға чипсы жасаймыз. 7 дана картопты қайнатып алып, піскеннен кейін жақсылап езіп, тұз, түрлі дәмдеуіштер қосып, барлығын жақсылап араластырып, 3 ас қасық сұйық май қосып, жақсылап араластырып, дөңгелектеп пішін жасап аламыз. Оларды пергамент қағазының үстіне қойып, араларын ашып, барлығын қойып шығамыз. Оның үстінде екінші пергамент қағазын қосып, жақсылап басамыз. Тегіс бокалмен де басып шықсаңыз болады. Міне чипсыларымыздың пішіні осылай болып шығады. Енді духовкада 120 немесе 150 градуста 30-40 минутқа қойып аламыз. Сонда қатырлақ, әдемі чипсылар дайын болады. Балаларыңыз сүйсініп жейтін болады. Баршаңызға ас болсын. Сіздерге менің рецептім ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Осы рецепті басқа да құрбыларыңызбен бөліссеңіз болады. Назарларыңызға рахмет.